тақырыбымыз киберқауіпсіздіктің негізгі қауіптері. Әлеуметтік инженерия. Қажетті ақпаратты алу үшін адам психикасының ерекшеліктерін, осал жерлерін қалай қолдану туралы ғылым. Бұл хакерлардың негізгі құралдары болып табылады. Кең таралған нұсқа. Сізге белгілі адамнан келген хат. Бұлар банктен келетін хат, әріптес немесе басшыдан келетін хат, техникалық қолдау қызметінен келетін хат. Мысалға, осы жылдың көктем айларында қолданушыларға осындай хат келген болатын. Былай қарасақ, хатта ешқандай күдік тудыратын түк жоқ. Бірақ та ескі елтаңба, орфографиялық қателер және жіберушінің мекен-жайы күдік тудырады. Хакерлер ақпаратты қайдан алады? Әлеуметтік желілер сіз туралы көптеген ақпаратты біледі. Қызығушылықтарыңыз, жиі баратын жерлеріңіз және хоббиларыңызды біледі. Бұзылған сайттардың ақпараттың ағуы және GitContact сияқты қосымшалар. Көбінесе пайдаланушылар ақпаратты өздері ашады. Мысалға, Instagram әлеуметтік желісінде Stories'та сұрақ қою функциясы пайда болған кезде әріптесім осындай бір эксперимент жүргізген болатын. Барлық қолданушыларға бірдей сұрақ қойылған болатын. Барлық қолданушылар жауап берді. Ертеңде осы сұрақтың жауабы дәл келді. Осының көмегімен электрондық поштаға қол жеткізуге болады. Фишинг. Интернет алаяқтардың бір түрі болып табылады. Мақсатты сәйкестендіру деректері, шоттар немесе несие карталарының нөмірлерін ұрлау болып табылады. Сізді сілтемеге өтуге көндіруге тырысады. Мысалға, фишинг бір түрі смишинг немесе SMS фишинг. Сізге телефоныңызға осындай бір хат келіп, бейнені ашуды сұрайды. Бейнені ашқан кезде сіздің телефоныңыздан деректеріңіз ұрлануы мүмкін. Троянды хат немесе орысша атауы троянский конь. Қауіпті файл тіркелген хат әлеуметтік инженерінің қауіпті бір түрі болып табылады. Мысалға, 3-4 жыл бұрын қолданушыларға осындай хат келген болатын банк қызметінен. Бірақ та қарайтын болсақ, жіберушінің мекен-жайы күдік тудырады. Банктың негізгі мекен-жайына ұқсас емес. Және де файл тіркелген. Файлды ашқан жағдайда хакердің қолына сіздің деректеріңіз және компьютерді қолдануға қолжетімді болады. Келесі тақырыбымыз жолда қалма немесе орысша атауы дорожное яблоко. Бұл бізде файл тасымалдаушыға жазылған вирус болып табылады. Көбінесе үлкен ұйымдар шабуыл жасаған кезде хакерлер флеш-картасын жолда тастап немесе кабинеттерге тастап кетеді. Ертең қызыққан жұмысшы осы флеш-картаны ашып, өзіне вирус жүктеп алуы мүмкін, немесе хакердің қолына өз компьютеріне доступ беруі мүмкін. Претекстинг. Жәбірленуші алдымен жақсы жасалған сценарий бойынша дайындалады. Телефон қоңыраулары немесе ұзақ хат алмасу жиі қолданылады. Кері әлеуметтік инженерия. Жәбірленуші өзі көмекке жүгінетіндей сценарий дайындалады. Көбінесе алдымен хакер ешқандай зиянды жұмыс жасамайды, бірақ кей уақыттан кейін зиянды бөлігі әрекет ете бастайды. Компьютерге қандай қауіп төнуі мүмкін? Шифрлаушы вирустар, бопсалаушылар, деректерді ұрлау немесе жоғалту, жеке ақпараттардың ұрлауы. Келесі тақырыбымыз зиянды жарнама, мальвертайзинг. Қандай да бір сайтқа өткен соң, сізде осындай терезе ашылуы мүмкін. Сіздің компьютеріңізде вирус бар екен. Мұқият жаттап алыңыз. Сайт сіздің компьютеріңізде вирус бар ма жоқ па екенін біле алмайды. Осы сілтемеге өткен соң, сіз қандай да бір вирус жүктеп алуыңыз мүмкін. Телефонға қандай қауіп төнуі мүмкін? Қауіптер жиынтығы бірдей, сонымен қатар фотосуреттер, камераларға, геопозицияларға және контактілерге қолжетімді болады. Мысалға, ауа райы бағдарламасын қарайтын болсақ, осының телефондағы қоңырауларға рұқсат сұрап тұр. Кері жоқ нәрсе. Және де блокнот бағдарламасы қандай да бір рұқсаттар сұрап тұр. Оған да қажет жоқ. Қорытынды. Сіз орнатқан бағдарламаларда абай болыңыз. Интернетте ешкімге сенбеу керек екенін ұмытпаңыз. Өзіңіз туралы мүмкіндігінше аз ақпарат айтыңыз. Бұл ақпаратты жақын адамдармен бөлісіңіз.